Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмі тіл үйіретін, өте дәмді, нәзік болып шығатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Бұған біз түрлі түсті қырыққабат пайдаландық, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қырыққабатымызды табамызға салып, тұз, бұрыш, паприка, кептірілген сарымсақ қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бетіне кішкене май себеміз. Пешімізді 180 градуста қыздырып 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ол уақытқа дейін піскенінше көкөністерімізді турап аламыз. Мен қиярды осылай үшбұрыш қылып турап алдым. Содан соң қызанағымызды тураймыз. Дәл осылай үшбұрыш қылып, сіздер қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Содан соң ас көп қосамыз. Жүгері, пісіп шыққан қырыққабатымызды саламыз, майонез саламыз, татымына қарай кішкене тұз саламыз, жақсылап араластырамыз. Осылай міне дайын болады. Видеоны лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.